Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге өте дәмді, өте қытырлақ, клярға малып пісірілетін өте дәмді балықтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен еленген ұнымыздың үстінен қызыл бұрыш, тұз, күркума салып араластырамыз. Жүгері крахмалын қосамыз және су салып сұйық қамыр дайындайтын боламыз. Ең соңында жұмыртқаларды салып біркелкі масса дайындаймыз. Мінеки біздің кляр дайын. Ал енді бөлек ыдысқа ұн мен күркуманы салып араластырып аламыз. Дайын бөлшектерге бөлінген балықтарды алып, алдымен құрғақ массаға аунатып аламыз. Одан кейін клярға малып алатын боламыз. Бұл аралықта табамызға сұйық май құйып, қыздырып қоямыз. Қызып тұрған сұйық майымызға балықтарды біртіндеп салатын боламыз. Бұл балықтарды орташа отта пісірген жақсы. Мен пісірген балық жылан балық болатын. Өте дәмді. Егер қаласаңыздар, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша өздеріңізге ұнайтын балықтарды осы клярға малып алып пісірсеңіздер де болады. 3-4 минуттан кейін осылайша қызарып пісіп шықты. Енді екінші бетін аударатын боламыз. Егер де балықты клярға малып пісірсеңіздер, өте дәмді болады. Әрі сіздің сұйық майыңыз қап-қара болып күйіп кетпейді. Мінеки достар, біздің клярға малып пісірілген балықтарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Достар, балықты менің рецептім бойынша пісіріп, өз жақындарыңызды қуантыңыздар.